Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгін сіздермен бірге хачапури тағамын жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 стакан сүт құйып аламыз. 1 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 30 градус ыстық 1 стакан су құямыз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 7 граммдай ашытқы қосамыз. Жақсылап араластырып алып, бетін жауып 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне енді дрожжіміз көтеріліпті. Енді 1 ас қасық тұз саламыз. Одан кейін 80 грамм сұйық май құямыз. Бір жұмыртқа саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 5 стакан ұн салып, жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болған соң 30 грамм сары май саламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып жылы жерге көтерілуге қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Ең алдымен ірімшікті үкіштен өткізіп алып, үстіне сары май саламыз. Одан соң 1 жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көтерілген қамырымызды 4 бөлікке бөліп, 1 бөлігін ғана аламын. Қалғанын мұздатқышқа салып қоямын. Керек кезінде бауырсаққа, кез келген пирогтар жасауға қолданамын. Қамырымызды орташа қалыңдықта ысып алып, салмамызды саламыз. Салмамызды салып болған соң, жақсылап пирожки сияқты түйеміз. Міне дайын болып қалған хачапуриімізді пергамент төселген табаға аударып салып, ортасын пышақпен кесеміз.
Енді кесілген қамырымыздың ортасын жайлап ашып бүгеміз. Міне осындай әдемі формаға келтіріп аламыз. Содан соң үкіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Міне енді дайын болған хачапурийімізді алдын ала қыздырылған пешке жібереміз. Пісуге 5 минут қалғанда үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз. Міне тағамыздың ортасын сәл ашып, сармай саламыз. Осындай дәмді, керемет хачапури дайын болды. Бұл рецепт бір дайындағаннан шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге дайындаған дәмді тағам үшін үлкен рахмет.